Сәлеметсіз бе, құрметті оқушылар, қалдарың қалай? Біз видео сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз 7-ші сұрақты жасап бітірдік, енді 8-ге келдік, солай ғой? Бұл не? Пропорция, теңдеу пропорция шешіп 10x. Қараңыздар, бұл жерде 10x-ті тап дейді. Бізде негізінде теңдеу шығар десе, біз не істейміз? X-тің өзін ғана табымыз, солай ғой? Ал енді бұл жерде не сұрап тұр? 10x-ті тап деп тұр. Жақсы. Біз былай жасайық, қараңыздар. Мұна x-ті табу үшін мұна екеуін көбейтіп, мұнаған бөлсем болады, Значит, x тең деген сөз. Мұна екеуін көбейту. Мұнаны мен қарасаңыздар, бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекті мен аралас бөлшек айналдырайын. 1-де 9-ы көбейтсем 9, 7-ні қоссам 16. Мына жерде 9. Көбейту керекпін. Мына жерде 3, мына жерде 100. Ары қарай, енді мен мына екіні көбейттім, мынаған бөлемін. Бөлуді көбейтуге айналдырамын. Бұрыс бөлшек айналдырамын. 2-ні 3-і көбейтсем 6, 2-ні қоссам 8. 8 негізі үстінде болу керек, мен сальто жасаймын, астына жазам 8-ді, үстіне 3-ті жазам. Мұна мен 3-ті, мұна 3-ті қысқартсам, көбейтсем 9, мұна 9-бен қысқарта аламын. Чық. 8-бен 16 қысқартам, мұна жерде 2. Енді, сонда үстінде 2, астында 100 қалды. Бұл деген сөз 0,100-ден 2. X неге тең болды? 0,100-ден 2 тең болды. Алмаға неше керек? 10x керек. Сонда мен істеймін, 10-ға көбейтем. Мұнаны 10-ға көбейтем, мұнаны 10-ға көбейтем, өтірді 10 жаққа жылжытам. Сол кезде 0,10-нан 2 болады. Жауап мен не болды? Д болды. Ары қарай, пропорцияның белгісіз мөлшерін тап деді. Кеттік. X табу керек, бізге. Мұна бөлінген 0,10-нан 3, мұна жақын естеймін, көбейту айналдырам. Сол кезде не болады? Енді 0,100-ден 15-ті мен бөлсем 1,5-ке, менде шығады, мұнаған өтірден кейін 2 сан бар, өтірден кейін 1, мұнаған 1-0 қосам. Сонда не болады? Мұна жерде 15, мұна жерде 150. Қысқартайын 15-ке, 1, мұна жерім 10. 0,10-нан 1. Көбейту керекпін, минус 0,10-нан 3-ке. Сонда x-ім тең болады, минус 0,100-ден 3 болады, Міне. Жауап не екен? Б екен. Кеттік ары қарай. Автобус 45 минутта 30 км жол жүрді. Осы жылдамдықпен 2 есе көп уақытта. 2 есе көп уақыттен 90 минут қой. Қанша жол жүрді? Енді уақытты 2 есе өссе, жолда 2 есе артады, Сол кезде неше болады? 72 болады. Немесе бұған осы логикалық түрде шығара алмасақ, 45 ол 36 болса, 90 ол x деп шығарамыз. Осылай шығарамыз, жауап не болды? 72 болады. Кеттік, келесі. Берілген жұмысты 36 жұмысшы 6 сағатта бітіреді. Егер жұмысшылар саны 2 есе қысқартсақ, значит 18 болады сол кезде. Олар неше сағат? Қараңыздар, егер жұмысшы саны 2 есе қысқарса, уақыт 2 есе артады. Не үшін? Адам саны азайған сайын олар көп жұмыс жасайды. Ал адам көбейсе тез бітіреді. Мысалы үшін мынау кім?
аяны. Өзі, мысалы үшін, бір жұмысы 1 сағат жасаса, оны інжу келіп көмектессе, олар жарты сағатта бітіреді. Екеу адам не болды? 2-ге көбейді, уақыт 2 есе азайды. Адам көп болған сайын уақыт аз болады. Адам аз болған сайын уақыт не болады? Көп болады, е? Кеттік. Біз не табу керекпіз? Мұқият қарайтын болсақ, 3-тен 1х табу керекпіз. 3-тен 1х табу керекпіз. Мұна бөлуді мен бөлшек түріне жазып алайын. Х минус 1 бөлу 5 ол тең х бөлу 6. Е? Мен сен бұлай крестті крест көбейтейін. 5х көбейтсем не болады? 5х болады. Тең 6-ны көбейтем х-ге 6х, 6-ны көбейтем 1-ге минус 6. 5 мына жаққа минус болып барады, минус 6 мына жаққа плюс болып барады. Сонда 6 тең х. Х дегенім 6 екен. Осы жауап тұр, бірақ бұл жауап мен дұрыс соң. Не үшін? Мен х алып келіп, мына жерге қою керекпін. Сонда 3-тен 1 көбейту 6. Қысқартсам 3-ге, не болды мына жер? 2 болады. Жауап не екен? 2 екен. Ары қарай. 13-ші есеп. Кеттік. Егер мынандай теңдігі орындалса, мына өрнекті тап дейді. Мұнан табу керекпін бізге. Ал кетті шығарайық. 2х минус 1/5, мына жерде 4, ол тең болсын 3х минус 4/5, ол 5. Біз не істейміз? Бұлайна кресна крест көбейтеміз. 5-те 2х көбейтсем 10х, мынаны көбейтсем минус 7/5, ол тең болады 4-ті 3-і көбейтсем 12х, 4-ті мына көбейтсем минус 18. Енді х-терді жинайын. Х-терді оң жаққа жинауға болады, немесе сол жаққа да жинауға болады. 10х-ті мен оң жаққа жинайын, сол кезде 2х болды. Минуспен өтеді, өйткені 12-ден 10-ды азайтсақ 2. Минус 18 мына жаққа не болып барады? Плюс болып барады. Сол кезде минус 7/5 плюс 18 не болады екен? 10/5. Ол тең неге? 2х-ге. Ал х тең болады неге? 10/5-ті 2-ге бөлсек 5/125. Енді қараңыздар, мұны бізге х керек емес, біздің негізі мына жерде не тұр? 2х тұр, е? Апарып сол 10/5 апарып мына жерге қояйын. Сонда 10/5 азайтамын 2-ден 1. 2-ден 1 деген ол не? 2-ден 1 деген 0/5. Сол кез не болады жауап? 10 болады, е? Міне. Жауап не болады екен? 10 болады екен. Жақсы, кеттік ары қарай. Көлемі 10, массасы 15. Не, көлем, масса. Мына жерім 10, мына жерім 15. Ұзындығы 4, ені 3,5, биіктігі 3. Ұзындығыны, еніні, биіктігін көбейтсем не шығады? Көлем шықпай ма? Көлем дегеннің формуласы қалай еді? Ұзындығы, ені, биіктігін есеу, көбейту. Сонда 4-ті 3,5-ді 3-ті не істеу керекпін? Көбейту керекпін. Сонда не шығады? Көлем шығады. 4 3-ті көбейтсем 12. 12-ні 3,5-ға көбейтсем неше болады? 42 болады, е? 12-ні көбейтеміз 3,5-ға. Мен қалай көбейттім? 12-ні 3-ге көбейттім. Ол 36. 0,5-тен ол жартысы 6-ны қостым. 36 алтын қоссам 42. 42 мына жерге жазамыз, ол көлем астына. Бөлмеде ауаның массасы. Масса білем ол х. Е? Х қалай табамын? Х-ге қарама қарсы 10-ды астына жазам. Мына 42-ні көбейту 15-ті үстіне жазам. 5-ге қысқартайын 2, 3, 2-ге қысқартайын 21. 21 көбейту 3 не болады? 63 болады, е? Міне жауап. Не. Я заверю, не читаю. Ой, это читаю, хотела спросить.
Жақсы. Ары қарай. 450 грамм жеміс сусын дайындау үшін 6 стакан қажет. 150 жеміс сусын дайындау үшін қанша стакан? Логично, иә? 3 есе азайды ғой, жеміс. Мынада 3 есе азайды, 2 болады. 450-ге 6 стакан болса, 150-ге x. 450-ді 3-ке бөлемін, 150. 6-ны 3-ке бөлемін, ол 2. Ары қарай. 168 метр матадан 56 көйлек тігіледі. 96-тан неше? 168-ден 56 тігілсе, 96-дан x. Енді бұлайнан 56-ны мен 3-ке көбейтсем, немесе 168-ді 3-ке бөлсем 56, 96-ны 3-ке бөлсем 32. Ал бұлайдың сенде білмесеңдер, x-ге қарама қарсы санды астына жазамыз, мұна екеуін көбейтеміз. Олай да шығаруға болады, иә? Так, кеттік ары қарай. 17-ші сұрақ. Шеңбер. Не? Так, шеңбер сызайық. Шеңбер 360 градус. Шеңбер 2, 5, 11 қатынасындай, мына жерде қатынасындай 3 нүкте арқылы 3-ке бөлінген. Жақсы. Пайда болған үшбұрыштың, мына 3 нүкте значит қосты. Пайда болған үшбұрыштың ең үлкен бұрыштары мен ортанша, ең үлкен бұрыш ортаңғы бұрышын айырмасы дейді. Енді қараңыз. Бізде не бар? 2x, 5x және 11x. Барлығын қоссақ 2, 5, 7, 18x. 18x деген ол неше екен? Үш бұрыштың ішкі бұрыштарын қоссақ, мұны ішкі бұрыштарын қоссақ не шығады? 180 болады. Мұна жазбайсыз болады. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы ол неше? Ол 180. 18x ол 180, x-тен бол нешеге? 10-ға. Сонда 10-да апарып мына жерге қоямын, мына жерге қоямын, мына жерге қоямын. Сонда 20, ең кішісі, ортаншасы 50, үлкені менде 110. Солай ғой? Мен есемен ең үлкенінен ортаншасы. Мына 110-нан 50-ді азайтам. Сол кейінше болады? 60 болады. Міне. Откуда это 0 появился? Жақсы оқушылар, бүгінге осы видеомыз аяқтайық, иә? Ары қарай келесінде осы кітапшаны тезірек бітіруге тырысамыз. Осы кітапшаны. Осы есептерді несеміз шығарамыз. Жақсы ма? Жақсы балалар, үй тапсырмасын жақсап шығарайық. Түсінбеген сұрақтарды береміз. Тезірек мына есептерді бітіру керекпіз, иә? Жақсы балалар, бай-бай.